Бүгін клубничный пирог жасаймыз. Оп-оңай. Мен сияқты ақсаусақ келіншектерді жасайды. Оған бар керегі мынадай 500 грамм қаймақ, мына жерде 400 тұр, тағы біреуінен шамалы қосам. 2 жұмыртқа керек, шамалы шекер керек, 50 граммдай не керек, сливочный май керек, тәтті, 10 үлкен қасықтай, ас қасықтай ұн керек. Сосын мында мен алып келгендерім желатин керек. Қазір мына қаймақпен қосып клубниканы қатыруға үстіне сосын ванильный сахар керек, сосын әдемі иіс беру үшін ванилин керек, сосын разрыхитель тесті керек. Ең бірінші астына біз песочный не жасап алу керек біз тесті. Сосын мынадай қағаздарыңыз болу керек, пергамент қағаз. Сосын үлкендеу төртбұрышты формаңыз болған жақсы. Мен кейін мынадай дөңгелек болып қалды, кішілеу болып тұр, но сіздер үлкендеуін алғандарыңыз жақсы. Астына мынаны жайып, қазір песочный тестіні дайындаймыз. Ал іске сәт менімен бірге болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Мен өзімнің огородымды егіп, декреттегі келіншекпін ғой. Сонымен бірге сол огородта шыққан заттарымнан сіздерге салат жауып, пирог пісіріп көрсетіп жатырмын. Күніге әр түрінен. Енді бастаймыз. Бірінші, мына жұмсақ, қатты май болмайды. Жұмсақ 50 грамм майымызды алып, мінекей холодильникке қойдық. Морозильниктен алынбаған жұмсақ майымызға шекерімізді 2,5 ас қасық шекерді араластыру керекпіз. Мінекей мынаумен санайық. Примерно 1, 2, 2,5-дай осындай шекерді араластырып, бір-біріне жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап, мен мұнда бір қолмен бала тербетіп, бір қолмен сіздерге пирог пісіріп жатырмын. Әйел адам жаңағы бір қолмен бесік тербетіп, бір қолмен әлем тербеткен дейді ғой. Сондай менде үйде ешкім жоқ қарайтын. Колясканы тербетіп, камерамды жоғарыға қойып, сіздерге керемет пирог пісіріп берейін деп жатырмын. Сіздерге емес, әрине балаларыма, мынау сіздер үйреніп аласыздар менімен бірге. Мынаны осылай араластырамыз жақсылап. Маймен араластыру керек. Сосын үстіне кіттай щепотка дұрыс салып жіберу керексіздер. Тек щепотка бір кішкентай. Артық керек емес. Сол жарайды. Кіттай шымшым. Щепотканың шымшым дейді ғой да қазақшасы. Сондай бір шымшым дұрыс салып жіберу керексіздер. Мынау бәрін жақсылап араластырамыз. Енді үстіне жұмыртқаны жарып жібереміз қазір. Осымен жұмыртқа араласу керек. 2 жұмыртқаны мінекей пістіні байқап істемесем, біреу, екеу, 2 жұмыртқа жарайды осы пирогқа. Міне қоя тұрайын. Енді осыларды тағы да араластырып жібереміз. Қазір бұған ұн қосамыз. Ұнды бірінші бір ыдысқа мен дайындап салып алайын. Қазір ұнның бізге 10 қасық ұн жарайды. Так, бір қасық алып алайын қазір. Осылай примерно араластыра беремін жобамен. Маған тез дайындалатын пирог керек. Балдар, атасы кел. Ане немерені атасына тастырдым. Мен видео түсіріп атқанда көмектесіп жатыр. Ана 2 банды даладан келгенше мен пісіріп тастау керекпін. Мынаның үстіндегі клубника қаймағымен бірге холодильникте 4 сағат қатуы керек. Менде қазір 3-5 2 бала бар. Ол екеуі оны қатырып үлгертпейді. Көрмей қалу керек олар. Мен жылдан пісіріп, холодильникке салып, олар ойыннан келгенше көрсетпей қатырып алу керекпін. Қазір олар менен көрсе бірден клубниканы қаймақпен, олар маған қатыртпайды ол тортты. Енді бетіне жайлап саламыз. Сосын бұдан жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ. Қазір ұнның қалған қаймақ пен клубниканы құямын ғой. Сондықтан мынаны 180 градус духовкада 180 градуста 17-20 минут пісіріп аласыз. Духовкаңызға байланысты. Верх-вниз үсті қызама соған қарай байланысты. Мысалы, мен духовкамның үсті қызбайды. Мен көбірек 20 минуттан да көбірек может пісетін шығар. Сондықтан мағаннан несінің сұйықтау болғанда жақсы. Ұзағырақ пісірген кезде қатып кетпеу үшін. Менікі кәдімгі духовка ғой.
астына еще қызыл кірпіш қойып қойған, күйіп кетпесін деп. Пирог, торт пісіретін адамдарға духовканың электрический болған жақсы. Ровны несін 180 градусты да көре аласың. И асты үсті қызатын болған жақсы. А менің духовканың үсті тек гриль. Сонда да бірақ пирог пісет. Піссімлі деп. Осыны қазір енді духовкаға 180 градусқа 17-20 минутқа қойып пісіріп аласыздар коржын. Сосын үстіне қазір сметанымызды дайындаймыз. Алдын ала қызып тұрған пешке саласыздар. Қыздырып алып, мен пешім қызып тұр. Қыздырмай салға болмайды. Астының бір заты жоқ та. Қаймақ. Енді осы қаймаққа, 500 грамм қаймаққа шекерді 6 қасық салу керек дейді. Осы қасықпен өлшеп примерін салайын. Көп түсіп кетті. 2, 3, 4, 5, 6. Бәрін салып жіберейінші. Мен балдарым тәтті болған жақсы көреді. Енді бәрін араластырамыз. Және бұнымен қатар ванильный сахар иісі жақсы болу үшін одан да қосамыз. Примерно 1 чайный ложка дейді. Демек, ас қасықтың, шай қасық, ас қасықтың жартысындай ванильный сахардан. Балдар уже ойыннан келіп қалды, мамасы үлгірмей қалды. Ванильный сахардан қосамыз. О, иіс беру үшін. Енді бәрін араластырамыз. Қаймақ пен ванильный сахарды 6 қасық, 6,5 қасық. Тәттін жақсы көрсеңіздер, молдау салуыңыз болады. Ас қасық пен 6,5 қасық шекер салдық. Ванилин 1 шай қасық салдық. Ванильный сахар, ванилин емес, ванильный сахар. 500 грамм қаймақ. Жақсы араластырдық. Мінекей кремі дайын. Енді осыған қазір мына желатинді қосамыз. Әлі бұлар дайын емес, мына бәрі набухат етіп, бәрі көтерілу керек. Оған дейін ол мынау көтерілгенше желатин. Оны желатин көтерілгеннен кейін оны еще газ плитада болмаса микроволновкада қайнатпай ысытып алу керекпіз. Қайнауға болмайды. Оған дейін клубникамды жуып тазалап жіберейін. Мен ірі клубниканы клубника в шоколадеге алып қалдым. Мынаған ұсақ клубникалар алып қалдым. Жақсылап жуып, мынадай шөптерін алып, дайындап келейін. Оған дейін мынау көтерілсін. Енді міне ең жақсы жеріне келдік. Мінекей клубникамыз дайын, жуып, тазалап шөптерін алдым. Ұсақ клубникалардың, ірі құлпынайларымды клубника в шоколадеге сұрап біреу соған алып қалдым. Мына тұра тұрсын, міне мынау жаңағы нем ғой. Қазір мен мынаған желатинді құю керекпін. Қаймағым шекермен, ванильный сахарымен, шекермен, кәдімгі шекермен. Иісі қандай күшті. Клубника екеуінің. Енді мынаны мен газға қазір жылытып алайын. Жылытқанда не істеп кетпеу керек. Осы мен газды жаға алмаймын ол. Шырып мен жақпасам, мынау дұрыс жанбай жатыр ғой. Мына мен жай неге газға қайнатпай желатинді ертіп алу керекпін. Жаңа көрсеттім ғой да сіздерге. Желатин надай болып, манағы желатиндерім набухат етіп не істеу керекпін. Қазақша не дейді? Ісіну керек. Қазір бұлар енді ерсін. Ерті былғап тұрып ерту керекпін. Қайнап кетпеу керек. Қазір балам күйіп қалма. Қазір күйіп қалмасын. Қайда тұр? Торт қайда деп айқайшылар келатыр. Қазір маған қолма ұстайтын шүберек әкпеш. Ана шүберек су болып жатыр ғой. Болды. Сөндіреміз. Мінекей. Желатин. Сен не істейсің оны? Желатинді. Міне күйіп қаласын байқа. Ысы ол.
еріттім, қайнап кетпеу керек. Енді осыны мына қаймақтың үстіне құйып, жайлап құйып, аластырып жіберу керекпін. Желатинді тез-тез аластырып жіберу керекпін. Мындай тұра тұрсын. Орындыққа шығып алып қарап тұрған менің қызым. Мен желатинді аластырып жіберу керекпін. Қаймаққа желатин араласып кету керек. Мына ыссы желатин қаймаққа араласып кету керек. Көріп тұрсың ба, қызым? Мен қартайғанда маған осындай пирог пісіріп бересің. Қайда очки? Менің очки. Ананың ішінде тұр ма? Мінекей. Араластырдым. Енді желатинді әлде араластыру керек пе? Енді мінекей ішіне клубникамызды саламыз. Мен салам. Қазір мінекей. Ал тұр солай құлап кетесің. Мінекей наған клубникаларымызды салып, бәрін бір кесе клубникамды салып, қаймақпен араластыру керекпін, желатинмен. Осылай аралассын. Қазір пирогты шығарам. Пирог пісті. Соның бетіне құйып, сосын оны салқындатып, холодильникте бірнеше сағатқа қою керекпіз. Бір 4 сағаттай тұру керек клубникамен. Қазір бала, күйіп қаласын байтыр. Мына деп, мінекей пирогымыз дайын. Астына не әкел? Тақтай әкел, балам. Пирогтың астына тақтайын әкел. Пирогты қойып тақтай шәкші. Әне тұр ғой, соны әкел. Тақтай шағын қойып, пирогымды қойып, күйіп қалма балам. Мына пирогты бетіп тесіп жіберу керек деп, бірінші пісірейін деп атқанда, көтеріліп кетпесін деп. Менде онда көтеріліп кеткен жоқ, но пісті, міне көрініп тұр піскені. Ой, балдарым, мен енді бұл 4 сағатқа қоймайтын шығар бұны. А мен бірақ қатыру керекпін 4 сағат. Тұратамдар балдар, қияйын енді үстіне. Сендер лақ болып көттіңдер ма? Ал, пирог бермесем, мені лақ болайын деп жатыр бұлар. Мінекей көрдіңіздер, пирогты дайын. Үстіне әдемілей жүрім. Таныш! Шатақ қосаңдар бермеймін. Тұншылырындарында. Пергамент қағазды көтеріп салып жүргенім сол ғой. Енді осыны бұйырса мен кескенін салам, егер мына балдар жоқ қыл жібермесе. Оған дейін холодильникке қазір кішкене суытып, бір 4 сағатқа қою керек екенмін. Болды тимендер. Ас болсын. Сіздерге көрініп тұр ғой да? Мен пирогым.